Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Есім Таурат Болат, Алматы қаласының тұрғыны. Бүгіннен бастап YouTube неге жүргізбеске деген бір ойға келдім. Жасым 32-де, енді осы жылға 33-ке толамыз, 2026-да. Осы уақытқа дейін маркетинг саласында қаншама жыл бойы айналысып келіп, қаншама парақшаларды жүргізе тұра. Бірақ өзім блогымды бір бастап, бір аяқтап, әсіресе Instagram парақшасында сөйтіп қаншама рет бастап аяқтағаным бар. Бірақ ұзақ мерзімде блогымды бүйтіп жүргізбеппін. Сол себептен осындай бір шешімге келдім. Қазірден бастап YouTube'ты жүргізіп, ары қарай өзімді дамытып, спортпен айналысып, жаңағы оқимын деген кітаптармен бөлісіп, өз оймен бөлсем деген бір ниетім бар. Ең бастысы қиналып жүргенім, неге блог бастамаймыз деген өз-өзіме сұрақ қоямын. Ең басты себебі ол қорқыныш, қорқыныштан бөлек перфекционизм дейді. Енді қаншама басқа роликтер көрдік, ютубтар көрдік, басқа адамдар монтажын жасайды, әдемі сөйлейді, мәнерлеп сөйлейді, түрі әдемі, киімдері әдемі, тұрған жері әдемі деген секілді сондай бір моменттер бар негізі. Адамды тоқтататын және жаңағы өзінің блогына, өзінің ісіне бір іс-әрекет жасамайтын бір кедергі болатын моменттер. Өзім ойлаймын, енді өзім 2014-тен бастап осы маркетинг саласында қаншама парақшалар жүргізіп келе жатырмын. Оңайда басқа бір бизнес болсын, жұмыс барысында болсын жүргізген. Өзіңкін бастайын десең, бір бастайсың, бір аптаға созылар, 2 аптаға созылар, содан кейін тоқтайсың. Жауабын таптым. Кім енді қазір YouTube'тан қарап жатыр, өздеріңіз ойланып көріңіздер, қараңыз, қаншама рет әсіресе Instagram, TikTok'та бастағандарыңыз бар. Ол жақтың бір ерекшелігі, бір бастайсың, потом ол сенің түсірген контентің болсын, видео болсын, ойын болсын, ол төменге түсіп кетеді лентада, басқа посттармен енді жаңағы бірігіп, төмен жақта адамдар көрмей қалады. Адамдар көрмегеннен өзінде ол жаққа аса көп кірмейсің негізі. Алдыңғы жылы, 10 жылы. Ал YouTube болсын, YouTube'ның ерекшелігі адамдар жылдар өтсе де кіріп оны қарайды. Адамдардан бөлек өзінде іздеп қарайсың негізі. Өзінің форматын ұзақ іздедім. Формат дегенде жаңағындай жан-жағынан түсіру керек, монтажын жасау керек деген бастапқы бір ой болды. Бірақ кеше бір шешімге келдім. Осындай шынайы түрде влог форматында түсіру. Барым бар, жоғым жоқ деп. Сондықтан қош келдіңіздер. Бірге дамайық, бірге өсейік. Енді кім мен YouTube парақшамына кіріп жатыр, көріп жатыр. Бұл ең алғашқы видеоның бірі болсын. Осымен бастаймыз. Өзіме қатысты кішігірім ақпаратты айта кетейін. Өзім жалпы маркетинг саласында жұмыс жасаймын, 2-3 проект әзірге жүргізем. Таргет, реклама, жарнама жіберем Instagram парақшасында. Жалпы серіктес, кіммен жұмыс жасаймын, бір жұмыс істеп көрейік деген адамдар болса, төмен жақта сілтемелер болады, сояққа жазыңыздар. Міне осымен алғашқы ролигім аяқталды. Ешқандай склейка, ешқандай монтажсыз өйстіп сала берем. Келесі роликтер енді көріп жатарсыздар. Сау болыңыздар.